Марғау шмяк. Шытырман оқиға жасасын. Керемет. Өте керемет. Мәссаған. Керемет. Коко, ырымшық, мен тығылып қалдым. Мені іздеп тап. Шмяк, тоқтай тұр. Мен ойнағың келмей тұр ма? Сәлем, жер. Ұшатын үйрек көмекке келе жатыр. Ырымшық, сен мені естіп тұрсың ба? Сен менің көкемді көрдің бе? Ол керемет адам. Иә, ол күшті. Бірақ бізде одан қалмаймыз. Иә, ол нағыз авантюрист. Ырымшық мені кейде қызықсыз деп санайды. Көңіліңе алма, сендер жан досыңдар ғой. Сен тіпті елестете алмайсың. Ірімшік үйде отырғанда ұнатады ғой. Ол қолдарын кірлеткісі келмей, және ұйықтағанда көзіне маска киіп жатқанды ұнатады. Ол да рас, мүмкін ол көкесімен тұрғысы келетін шығар. Сен кино түсір. Арманшыл ірімшік досыңды басты рөлге аласың. Дәл айттың. Мен ірімшік үшін ұмтылмашы тырман оқиғаны ұйымдастырам. Оның өміріндегі ең алғашқы саяхаты. Ғарышта 3 түрлі ірімшіктің дәмін татып, қармақпен секіру. Бұл керемет болады. Иә, керемет. Тамаша. Ірімшік, менің саған тосын сыйым бар. Маған ба қандай? Айтсам тосын сый болмай қалады ғой. Бізді тамаша шытырман оқиға күтіп тұр. Алға жылжимыз, абайлаймыз, тау сілемдерін еңсереміз. Тадам! Бұл біздің ракета ма? Иә, сенде ең керемет шытырман оқиға болады. Саған ұнайды. Иә, көресің. Ал кеттік. Суреттер сенің көкеңдікі сияқты болады. Жымый. Алға, кеттік. Керемет. Осы ма кереметің? Керемет қой, ірімшік. Тоқта, бұл әлі бәрі емес қой. Сен қайда кеттің? Кеттім, үйге барып шай ішейін. Қоя тұр, месье. Мінекей, жидек шырыны мен сенің сүйікті гауда ірімшігің. Рахмет. Менде тағы саған беретінім бар. Авантюристерге арналған супер жеңіл тағам. Сенімдісің бе? Күлімсіре. Жоқ. Қане, мені түсір, шмяк. Коко, ірімшік. Қане, күлімде. Бұл жерден кет. Сүр мені. Дәл қазір. Не деп тұрсың? Естімедім. Ой. Кетлай. Басқару тақтасы кеп келіп қалды. Көмектесіңдер. Шмяк, көмектес. Жүрегім айнып тұр. Жүрегім айнайды. Мен шыдай алмайым. Шыда, мен қазір. Ой.
Уайымдама, ірімшік, менің қолымнан келеді. Ой, тұтқаны өшір, Шмяк! Өшір! Құп болады. Жоқ! Бәрі жақсы ма, ірімшік? Иә, тірі сияқтыман. Марғауым, кірді жинап алшы. Жақсы, анашым. Осы кір бітпейді екен. Шаршатты. Менің істейтінім осы ғана. Бері кел. Сен үлкен авантюристсің ғой, көкең сияқты. Немен айналсуға тура келеді. Мен шаршадым. Шаршадым. Ой, Шмяк, сәлем, Шип. саған не керек? Қойнағың кеп тұрма. Міне осы. Тұғылмақ, санай баста. Жарайды. Мен сені 2 секундта тауып алам ғой. 1, Сен жүгір, мен 2, самолетқа кеттім. 3, 4, 6, 7, 9, 10. Сені көріп тұрмын, Шмяк. Ой, менің тұғылуға Өтірік уақытым айтма. болмады. Сен ойнауға емес, ұшатын үйрегіңді алуға келдің ғой, ойыншығыңмен қоштасаң болады, Марғауа, мұқтың ба? Шмяк, тоқта! Саған қауіп төндіргенім үшін кешір, ірімшік. Мен бірақ жібермейтін едім. Мен жай қорықтым. Саған менімен қызықсыз болама деп, сосын сен көкеңе кетіп қаласың деп. Не, олай істемеймін ғой. Көкемен тұру маған ұнамайды. Маған сенімен бірге тұрған ұнайды. Ендеше соңғы сурет. Мен фотоаппаратты Шиптің есігінің алдында қалдырып кетіппін. Ол бізді көріп қояды. Қаштық. Кис. Не? Жоқ, тек бұл емес. Барлығы жақсы болады. Сен ән айтпақсың ба? Марғауым, кірне болып жатыр? Бара жатырмын, анашым. Жоқ, ол қауіпті. Бізде басқа мал жоқ. Біздің достығымызға қауіп төніп тұр. Ой. Тышқан, ұстайым. Ей, Шип, ұшағың менде ғой. Қазір ұстайым. Қазір ұстайым. Ірімшік, кілт келіп қой. Вира! Дұрыс болды. Опля! Шмяк! Шмяк!
Менің бақшамды тағы көрсем, мұртыңды киімілетін жіпке жіберемін. Керемет шықты. Балалар, шытырман оқиғалы жартасқа өрмелеу немесе атқа міну туралы не айтасыздар? Жоқ. Арғау шмяк. Тоқылған орамал. Анда да, мұнда да жоқ. Сіз оны ұстай алмайсыз. Мен жеңдім. Айтыңызшы, сіз менің күн энергиясымен жұмыс істейтін үйрегімді көрдіңіз бе? Жоқ, кешіріңіз. Бірақ біз сізге тоқуға арналған жіп томалаған таба аламыз. Шмяк, жаным, тамағың ауырса далаға шықпау керек. Иә, дұрыс айтасыз. Мұнда. Ой, бұл сыйлық па? Маған? Ой, бұл орамал ма? Иә, мен оны ескі жүннен тоқып алдым. Мәссаған, мен сенің тоқи алатыныңды да білмедім. Жарайсың, ірімшік. Саған найма? Әрине, мен өте қуаныштымын. Иә. Иә. Керемет пас, жарайсың шмяк. Пуф ата, сіз плюштың үйрегін кездейсоқ көрмедіңіз бе? Ол оны іздеп жүр. Жоқ, мен көрмедім, бірақ мен қараймын. Мен сенің орамалыңды жақсы көрем. Бұл менің сүйікті футболға арналған жіп томалағыңмен бірдей. Сіздің сүйікті жіп томалағы қандай? Бірақ мен онымен барлық кездесулерімді жеңдім. Менде үйде сақталған бірнеше томалағы бар. Мен оларды кейінірек көрсетті. Иә. Шмяк, бұл апат. Неге? Негізі мына орамалды мен үйден тауып алған жіп томалағынан тоқыдым ғой. Ой, бұл дегеніміз. Сенің мойныңда Пуф атаның бойтұмары байланған ба? Ане! Ойлап таптым. Біз оны жоққа шығарамыз, ал ата ештеңені байқамайды. Содан кейін біз жаңа шарф тоқимыз. Дәл солай тез үйге қайтайық. Шмяк, сен мені қорқыттың. Кешіріңіз, Найзағай мырза, мен асықпай айдаймын. Назар аударыңыз. Сен қатты жылдамдықпен келе жатырсың, Шмяк. Қайда асықтың? Сәлем, Кити. Сен қайда бара жатырсың? Кітапханаға? Мен тышқандарды аулау туралы кітапты қайтарғым келеді. Менімен жүр? Жоқ, Кити, мен үйге қайтуым керек. Келесі жолы. Ірімшік, маған орамалды берші өтінем. Бірақ менде жоқ. Мен сенде бар деп ойладым. Қалай бірақ? Мен оны шынымен де жолда жоғалтып алдым ба? Иә, қайта қайту керек. Қайда кетуі мүмкін? Мүмкін Найзағай мырза көмектесер? Гром мырза, сіз бұл жерде менің орамалымды көрмедіңіз бе? Қолдан тоқылған ұзын көк орамалды айтасың ба? Мен оны жоғалған заттар бөлімшесіне апарып тастадым ғой. Сізге көп рахмет, Найзағай мырза. Бұл бөлімше қайда орналасқан? Кітапханада. Сол жерде Тырнақ мырзадан сұраңыздар. Тырнақ мырза? Бар, Шмяк, қорықпа. Бірақ мен Тырнақ мырзадан қатты қорқам. Уайымдама, мен сенімен біргемін.
Иә? Мен білесіз бе... Сәлеметсіз бе, Тырнақ мырза? Мен жоғалған заттар бөлімшесіне әкелінген орамалға келдім. Сәлеметсіз бе, патша мырза? Мен жоғалғандар бөлімшесіндемін. Сонда сіз жоғалған затты іздеп жүрсіз бе? Міне. Онда не жоғалттың? Бұл кітап па? Орамал. Орамалыңды жоғалтып алғаныңды айт. Балық? Мүмкін қармақ? Жоқ, мен... Кешір, Шмяк. Бірақ мен сіздің не іздеп жатқаныңызды түсінбедім. Жоқ, олай емес, ол да емес. Мінекей. Қаласаң, қораптың ішін өзің қарай аласың. Шмяк, сен бәрібір келдің бе? Мен тышқан аулау туралы тамаша кітап таптым. Ол тышқандардың тістерімен қандай тесіктерді кеміретінін айтады. Тышқанның үні ана жерде. Иә, сенімдісің бе? Мүмкін ол емес шығар. Мен сенімдімін. Менің кітаптарым. Ол менің барлық кітаптарымды кемірет. Тез барлықтарың далаға шығыңдар. Үрімшік, мен саған оны табуға көмектесем. Олардың айтуынша тышқандар бір күнде бүкіл кітапхананы кеміріп тастайды. Бұл шындық па? Мен де солай ойлаймын. Қандай ақмақтық. Мен кітаптарды шайнамаймын, оқимын. Ой. Ана жерден біреу жүгіріп өтті. Жоқ. Иә, мен оны түсіндім. Иә, міне барсың ғой, Плюшидің өзі іздеген күн үйрегі. Енді не істеу керек? Не істеймін? Томпа ханым. Мен Томпа ханымнан айна сұраймын да, күн сәулесін үйрекке бағыттап Кити мен Тырнақ мырзаның назарын аударамын. Мен оны жақында қайтарам. Рахмет сізге, Томпа ханым. Оқасы жоқ. Мұнда, мистер Тырнақ. Иә, айтуға оңай, бірақ істеуге қиын. Жыр, Шмяк, зейініңді жина. Сіз шу естідіңіз бе? Ана жерде. Енді ол бізден қашпайды. Сен естідің ба, Кити? Кеміргіш тышқан деген осы екен ғой. Мен ештеңе түсінбеймін. Ол жерде тіс іздері болған. Бақытымызға орай мен кітаптарымның қауіпсіз екенін білдім. Көршіме. Жарайсың, Ірімшік. Иә, саған рахмет. Сен бара бер, мен орамалды шешіп берем. Жоқ, ата. Бәрі жақсы. Мен жіп томалағын қалпына келтірдім. Шмяк, сен мұнда қиындай ішіп келдің ғой. Иә, сенің бойтұмарыңды тез тауып алғым келді. Жақсы, мен таптым.
Жақ, бұл ол бойтымар емес. Я, міне ол, қара. Қалай? Қарай көр, бекер тырысыппын. Бекер емес, өйткені енді біз бірге жаңа орамал тоқи аламыз. Иә, бірге. Шақ. Енді мұқият қарап артымнан қайтала. Сен инені ilmekке саласың. Бір ilmekті ішіне, екіншісін сыртына. Солай жалғастырасың. Мен тырысып жатырмын, ірімшік. Мен мұны істей алам, саған уәде берем. Марғау шмәк. Туған күнге сыйлық. Міне мен сурет салдым. Мә, саған керемет томпақ. Бұл не? Бұл әкем ғой. Мен бұл суретті оның туған күніне салам. Оның туған күн екен ғой. Ойымнан шығып кетіпті. Бәрі жақсы ойымдама. Сыйлықты дайындауға жарты күніміз бар. Не ойлап табуға болады екен? Не ойлап табуға болатынын мен білем. Құлпынай мен сардина қосылған пішенелер. Жаңа теледидар, қызғылт түстегі кешкас. Үйрек. Әкем әртүрлі үйректер жасағанды жақсы көреді ғой. Бірақ оған ешкім үйрек сыйлаған емес. Ірімшік, сен кереметсің. Біз оған керекше үйрек жасаймыз. Өтелкен және қызыл. Жоқ, әке көк түсті жақсы көреді. Жарайды, көк болсын. Ал ішіне әкем үшін түрлі құралдар саламыз. Бұл жақсы идея, бірақ бізде уақыт жоқ. Үйрек жасау үшін бірнеше күн қажет. Бірақ оны жасаудың қажеті жоқ. Біз оны шеберханадан аламыз. Не? Бірақ бұлай болмайды ғой, бұл әділ емес. Біраз уақыт қала тұрамыз, мен әкемді сыйлықпен қуантқым келеді. Қалай? Мүмкін, дұрыс айтасың. Жүр, үйректі алайық. Бірақ әкем шеберханада. Мен бір идея ойлап таптым. Иә. Алло. Әке, бізге пошташы келді. Ол сізден пошта бөлімнен сәлемдеме алуыңызды өтінді. Қазір бару керек. Қазір ме? Жарайды. Рахмет, томпақ. Жарайсың, ірімшік. Иә! Енді тамаша үйректі табайық. Мен мына жерді қарайым, ал сен ана сөреден қара. Мен таптым, ірімшік. Бізге керегін таптым. Оның үстіндегі тіпті тесігі бар. Керемет. Бұл бізге керегі. Жоқ, ірімшік. Тез кеттік. Күте тұр, шмяк. Құмыраны да өзімізбен алайықшы.
Тоқта, Помпон. Иә, Помпон, мен сәлемдемені алуға келдім. Сәлемдеме, бірақ сізде ештеңе жоқ. Қалайша? Ал Томпақ айтты, шатасқан болар. Сау болыңыз, Лева мырза. Үйректі алдық. Ал мен көк бояу таптым. Не істеп жатырсың? Бояу алдында құралдарды ішіне салу керек. Бұл не? Мені тонап кетті. Күте тұр, қарақшы. Бұл не? Моторға ұқсайды. Егер бұл қозғалтқыш болса, онда қуат тимесі болуы керек. Бұл біз ойлағаннан да жақсы. Сәл күте тұр. Егер үйрек қозғалтқышы болса, бұл оны әкем орнатқан дегенді білдіреді. Оның қайдан шыққанын бірден түсінеді. Қалай болғанда да, ол біреудікі болса ше. Марс, бізді тонап кетті. Тезірек. Басқа амалымыз жоқ. Біз әкемізге айтуымыз керек. Бұл мүмкін емес, ақыр соңында сыйлық келген жерден болмайды. Секретін үйрегімді ұрлап кетті. Әкем, енді не істейміз? Томпақ, сенің кезегің. Шмяк сонда не істеді? Айтшы, Томпақ. Не? Сен менің секретін үйрегімді көрмедің бе? Сен ештеңе ұмытпадың ба? Егер әкем оны көрсе, шеберханасына кіргенімізді түсінеді. Дұрыс айтасың. Секретін үйрек? Мен оны анда көрдім деп ойлаймын. Мурмияу ханымның бақшасында ма? Бұл шынымен де сонда ма? Мұнда бірдеңе дұрыс емес. Қарақшының ізі үйге апарады. Томпақ, бізді алдауды доғар. Сен Шмяктың келесі қулығын жасырып жатқан шығарсың, а? Қайда қарап тұрсың? Ірімшік! Шмяк! Көмектесіңдер! Ірімшік! Шмяк, тез велосипедке мін. Құтқарылды! Кешір бізді, әке. Сізге туған күніңізге сыйлық бергіміз келді, бірақ... Шеберхананы тонамауын керек ет, Шмяк.
Менен үйректі сұрасаң болатын еді ғой. О, мен бір идея ойлап таптым. Не? Рас, өте ұқсас. Өзім салдым. Бұл мен және О. ірімшікке арналған. Бұл мен және ірімшіктен. Рахмет саған. О, тамаша. Сендер кереметсіңдер. Мен сендерді ертең шеберханаға барайын. Әйтпесе менде үйректерімен тапсырыстар толып кетті. Дәмді. Маған да. Үйрек үшін жарыс. Кіріңдер, сендерге жаңа үйректерімді көрсетем. Ірімшік дәмі бар үйрек пе? Жоқ, мен әлі онда ештеңе істеген жоқпын. Сонда бұл иіс қайдан шығады? Мәссаған әке, қандай керемет. Бұл сіздің соңғы жұмыстарыңыз ба? Бұл Тырнақ мырзаға арналған. Тырнақ мырзаға? Ал Томпақ ханым бұл үйректі ауылдағы әпкесіне тапсырыс берді. Үйін ұрылардан қорғауға арналған арнайы үйрек. Керемет. Мен қашан осындай ерекше үйректер жасай алам? Жақында, Шмяк. Сен есейіп қалдың, бірақ әлі толық емес. Лёва, көмектесші, көлік ота алмай жатыр. Қандай орынсыз. Қазір Царапыч мырза мен Томпақ ханым кел. Уайымдамаңыз. Әке, мен бәрін шешем, өйткені мен үлкенмін. О, Томпақ ханым, сәлеметсіз бе? Сіздің қарақшыға қарсы шығатын үйрегіңіз дайын, бағасы 3 миллион мысық фунт. Сен клиенттерді жақсы қабылдайсың. Жарайсың, Шмяк. Дүкенде бол. Ал Тырнақ мырзаға кейін төлесінде байт. Алақай! Қара, мен алдына қалдырған ескі чеддер ірімшігінің кесіктерін таптым. Кеттік, сендерге сәттілік. Ой! Сонымен, мынау Тырнақ мырзаға, ал мынау Томпақ ханымға арналған. Сүйкімді үйректер, я? Бұл модель қарақшыларға қарсы. Осы сияқты, я? Қарақшыларға қарсы супер үйрек. Тадам! Тақ. Я, сонымен, супер үйрек. Қане кел. Мәссаған, сен қартайдың, Лёва. Бірақ, Томпақ ханым, мен... Әпкем үшін ғой үйрек. Сіз бұған сенімдісіз бе? Бұл анық. Қайырлы күн болсын, Лёва. Кешіріңіз, ханым. Сәлеметсіз бе, Тырнақ мырза? Міне үйрегіңіз дайын. Жоқ, олай емес. Мен сенің әкеңнің тұмсығы мен құйрығын өте қысқа етіп жасауды өтіндім ғой. Бұлай әлде қайда деме. Үйрегім дайын болғанда маған хабарла. Я, бірақ... Не істейміз? Тырнақ мырзаның үйрегін Томпақ ханымға бердің ғой. Оны қайтаруымыз керек, әйтпесе қиын болады. Әкеме тезірек ескерту керек. Жоқ, оны өзіміз шешеміз. Әйтпесе әкем бізге сенбейді. Менде бір идея бар. Бірінші, Томпақ ханымды қуып жетеміз. Екіншіден, оның назарын аударамыз. Ал үшіншіден, мен келіп мына үйректерді
жалғастырамын. Иә, дәл, көресің, біз жетістікке жетеміз. Томпа ханымға жүгірейік. Ей, балақай, тоқта. Қайда асықтың? Тез кет, жаның барда. Сен мені арамза деп айттың ба? Ірімшік не болды? Арамза. Байқамай үйрекке тиіп кеткен сияқтымын. Ол қосылды, және ол сөйледі. Тез шыға, жаның барда. Томпа ханым! Томпа ханым! Ол үйде жоқ. Тез саябаққа жүгірейік. Ол шағалаларды тамақтандырып жатқан шығар. Шмяк, ірімшік. Шпрот мырза, сіз Шмякпен Шмякты көрдіңіз бе? Қалай көрдім, елестетіп көріңізші. Ол маған кетуімді бұйырды және мені арамза деп атады. Жоқ, Шпрот мырза, мұны Шмяк емес, үйрек айтты. Бұл қандай үйрек? Үйректер мүлдем сөйлемейді ғой. Томпа ханымында да жоқ. Жолымыз болмады деген осы. Тез шық, жаның барда. Тез шық, жаның барда. Тез шық, жаның барда. Тез шық. Мен кінәлімін, Шмяк. Әкеме барудан басқа амалымыз жоқ. Тез шық, жаның барда. Ол өшірілуі керек қой. Тез шық, ақымақ. Жарайды. Томпа ханымды іздеуді жалғастырамыз. Жаның барда, оң бала. Тез шық дедім ғой саған. Тез шық дейм саған. Оң баланы көрсетемін саған. Көмектесіңдер. Осымен болды. Шыдамдылығыңызға рахмет, Томпа ханым. Көлік жөнделген бойда бірден кетеміз. Әпкем ұнайтын шығар. Арамза, 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 ақымақ. Ақымақ. Кря, ақымақ. 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 Қалай? Ақымақ. Ақымақ. Қалай? Тышқан үйректің үстінде отыр ма? Ақымақ. Ол жерде кішкентай тышқан болды. Бәлем, мен сені қазір. Қайда тығылып қалдың, тышқан? Шмяк? Саған не болды, балақай? Ештеңе, тек шаршадым. Мен 2 сағат бойы Томпа ханымды іздеп жүредім. Таба алмай жатырмын. Солай ма? Біз оны дауыс ұлғайтқыш арқылы шақыра аламыз. Сонда бәрі ести ме? Әрине, бірақ алдымен... Томпа ханым, сізді саябақта күтіп отыр. Қайталап айтамын. Томпа ханым, сізді Шмяк саябақта күтуде. Томпа ханым, сізді күтуде. Менің дауыс ұлғайтқышымда кім отыр? Мен естімедім. Көзіме тышқандар көрінеді. Құлағыма дыбыстар келеді деп шаршаған сияқтымын. Томпа ханым, сізді саябақта күтіп отыр. Ірімшік, әкем естіп қояды. Шмяк пен ірімшік. Маған түсіндіріңдерші, неліктен Томпа ханымның үйрегі сендерде? Мен оған басқа үйректі беріп жіберіппін, әке. Бірақ мен саған айтқан жоқпын, өйткені мен сені ашуландырғым келмеді. Солай ма? Анаң Томпа ханымды әпкесіне апарғалы жатыр ғой. Томпа ханым, сіз үйдесіз бе? Ай, мен бәрін жөндеймін, әке. Сен маған сене аласың. Осы жолы. Томпа ханым, супермарафон. Үгітілген чедір. Ірімшік. Төбелермен секірсе қоларды қуып жете аламыз. Мен сенімді емеспін.
Біздің соңғы мүмкіндігімізсің, қане тездет. Я! Ірімшік? Тыңдаңыз, қымбатты Поли. Сіз әйнегіңізді жууыңыз керек. Оның үстінде үлкен шыбын отыр. Ақымақ, қалай мұндайды айтады, Томпа ханым, бұл менмін, Лёва. Шмяк сізге басқа үйрек беріп қойыпты. Бақтымызға орай, олы мұны байқады. Шмяк керемет балақай. Иә, рахмет, Лёва, бар демалып кел. Жының түтіктеніп кетіпті. Тез жоғал, ақымақ, тез жоғал. Шаршаған сияқтымын. Демалу қажет. Кешіріңіз, әке, мен өзім дүкен басқаратын жаста емес екенмін. Бұл рас. Бірақ қателіктеріңді мойындай алатыныңа қуаныштымын. Дәл солай. Мен бұл үшін қазірдің өзінде ересекпін. Олай болса, мына үйректі Тырнақ мырзаға апарып бер. Тырнақ мырзаға? Қорықпа, Шмяк, қане тездетейік. Қане!